Күйтабақтар құдіреті 1960 жылдан бастап қазақ даласында патефондар келе бастады. Пати француз фирмасының аты. Ол не? Гректің дыбыс деген сөзі. Патефондар алғаш рет совхоз директорының, дүкеншінің, бухгалтердің, пошташының үйінде пайда болды. Себебі ауылға қаланың цивилизациясы кіретін жалғыз саңылау солардың үйі ғана еді. Содан кейін барып, өзге ауыл адамына тарайтын патефонның ауылға алғаш келуі жайлы жазушы Ерден Қорабаевтың мынадай естелігі бар. Кешкі жатар орынға ішілетін асқа, өрістен қайтқан ауылдың азғантай жандықтарын көгендеуі, қозы лақтарына жамыратқан соң бар отырамыз. Үлкен шешем қойдың қолдан шайқалған майын шей қасықпен арытусыз ғана іліп алып нанға жағып береді. Қарынға салып сақтаған майдың билігі тек қана сол кісіде, тіпті жас шешемнің өзінде де сол бізге алдартатқатындай несібенің түрі осы. Қазір қарап отырсам, соғыстың біткеніне сол жылы 15 жылға таяу уақыт болған екен. Уайымсыз батып шыққан күнді көріп, тыныш тірлігіне тәуба айтқан, соған зар болып, әркім өлмес қарекетін жасап, тырбынып жатыр. Әлі еңсесін көтере алмай жатқан жұртқа арғы жағында Құдай өзі қанағат беріп тойдырып қойған. Жартық құрсақ күнара жатып жүрсе де, сондаймын деп ауылда ешкім күн айтпайды. Ауыл адамдардың көңілдері пәс еді. Дені сау адамға нан мен шайдың өзі үлкен талғажау. Деген ішпей жемей тойдыратын үлкен шешемнің мәтелі бар. Білтелі шамға құятын леп май қат болғасын кешкі асты күн барысында ішіп алу қашанғы дағдымыз. Үйімізге ұялатын қонақ келгенде болмаса кешке көп шам жағылмайды. Ымырт үйірлер жатудың қамын жасаймыз. Шешем оны шаруасын жайдақ пештен түскен оттың сәулесімен шұқынып жасайды. Бүгінде сол әдетімізбен енді қисайғалы отырғанымызда Әжібай шалдың қосы жақтан әлдебіреудің сыңсытпа әнге салмасы бар ма? Бәріміз елең етіп құлағымызды түре қалдық. Бұл ауылда мен білген жерде әу деп біреудің жақ ашқанын байқаған емеспін. Анда-санда тезектері шыққанда көрші Күнімжан апаның қосар болсаң құдайым жақсыға қос деп жай ғана әндететіні барды. Мына дауыс оның даусына тіпті ұқсамайды. Арасында шиқылдаған әлдебір аспаптың үні қосыла естіледі. Екі кештің арасында әндетіп жатқан әншінің түрін көрмекке бәріміз Әжібайдың қосына өре жүгірдік. Төртік шалқасынан түсіп, Әжібай шал жатыр. Зырылдап айналған қара дөңгелек табақшаның үстінде жалтыраған темірден иіліп жасалған аққу мойын пішінді нәрсе сайрап ән салып жатыр. Мына ғажапқа бәріміздің аузымыз ашылып қарап қалыппыз. Одан бері қаншама жыл өтті. Заман түзеліп, біз көрмеген қаншама адам қолымен жасалған дүниелер өмірге келді. Мереке сайын орталық алаңда даусынан құлақ тұнатын алып жәшіктердің колонка жанында тұрып, кейде баяғы Әжібай шалдың қасындағы патефоннан шырқалған әуенді еске аламыз. Сол кездегі ағартушы күрескер заманның дамуына керемет ілісіп отырған Марда Байділда мен Ахмет Қуанұлы бастаған этнография жинаушы топтар ауылды ауылға сүзіп ескі аңыз жырлардың бәрін жинай бастайды. 1964 жылы Алматыда грампластинкаға жазу студиясы ашылды. Ашылған бойда сол орталыққа жыршыларды апарамыз. Қыз жібек, қозы көрпеш, баян сұлу, Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, ер тарғын, қамбар батыр, айман шолпан, мұңлық зарлық, еңлік кебек, ақан сияры, ақ тоқты сияқты аңыз жырлар мен ақсақ киік, ер төстік, тазша бала, қырық уәзір, Аязбей сияқты ертегілерді жазып алады. Жырларды күйтабақпен тарату 1990 жылдарға дейін қарқынды жүреді. Сол жылдардың балалық шағын өткізген сауатты қазақтар классикалық жырлардың бәрін үйдің ішінде ойнап жүріп, құлағына сіңіріп алған. 5-6 жаста төпсанаға сіңген құндылықтардан кейін
Бұл балаларға жасы 40-тан асып экзистенциялық сұрақтарының талауынан түскенге ғайыптан келген құтқарушыдай әсер етті. Оларды өмірдің сан түрлі соқпағынан адастырмай алып шықты. Мысалы, Қостанай облысы Ұзынкөл ауданы Амангелді ауылында 1975 жылы дүниеге келген Ташенова Нұргүл есімді келіншек былай деп есіне алады: жасым 40-тан асқан соң менде идентификация мәселесі тұйыққа тірелді. Өзімнің қай мәдениетімнің өкілі екенімді анықтау қиынға соқты. Біз жақта орыс тілінің ықпалы күшті болды. Қала берді 50-ге тақаған сайын мен кіммін? Мен үшін бұл дүниенің не қадірі бар, нәрсе не? Рухани шөлімді қандыратын мағыналы құндылықтар бар ма деген сұрақтардың талауына түстім. Қиналған кезде әлеуметтік желіде пайда болған психологтар мен коуч-мотиваторлардың ақылына, дәрісіне түгел қатыстым. Бірақ бірде-біреуі менің жан дүнием аңсаған құндылықтарды көкірегіме құя алмады. Осыдан 2 жыл бұрын ғана батырлар мен пайғамбарлар қиссасын насихаттап отырған бір хабарға күтпеген жерден тап болдым. Сол кезде жүрегімнің түкпірінде тұншығып жатқан бір күш жаңарту сияқты атқылап, айқын санама ытқып шықты. Сол кезде 1980-1981 жылдары Күйтабақтың тыңдаған батырлар жыры есіме түсті. 5 жасымда Бүткіл деген атым әсіресе қыстың күні бәріміздің пештің жанына отырғызып Қобыланды батыр, Алпамыс батыр және Қыз жібек жырын тыңдататын. Әлгі хабарды көріп отырғанда Алпамыс батыр жырының бір үзік өлең шумақтары санама кеміскіленіп келе бастады. Түлеуің құрғыр қумыстан, сонда тұрып жылайды, көзінің жасын бұлайды, бір топ біткен шеңгелді құшақтап тұрып құлайды деген шумақтар бейсанамда сайрап тұр. Әліге дейін ескі Күйтабақтар сататын дүкеннің жанынан өтсем, бүкіл батырлар жырының әуені мен энергиясы тұла бойымды қарып өтеді. Қазір идентификация проблемасы мені қинамайды және жүрегіме тыныштық іздеп ешқандай мотиватордың сабағын сатып алмаймын. Қатон-Қарағай ауданының Аққайнар ауылында 1975 жылы дүниеге келген Сәрсенбаева Бақытгүл есімді келіншектің оқиғасына құлақ түріңіз. Өзінің айтысынша балалық шағы батырлар жырымен өткен. 1985-86 жылдары аулада әжелер мен апалар киіз басуға кірісті. Біреу ұршы қайырып, енді біреу жүн түтіп, тағы біреуі оны тарап отыратын. Сол кезде 12 жасар мені қасына отырғызып, батырлар мен лира эпостық жырларды оқытып қоятын. Бір кітапты бірнеше рет қайталап оқығаннан кей беттері тұтасымен жаттап алған. Бой жеткен соң Алматыда жоғарғы білім алып, сәтімен тұрмыс құрдым. Мен келін болып түскенде үйде үйленуден жолы болмаған үлкен қайнағам бар еді. Енем марқұм оңаша отырғызып, мына қайнағаңның өмірде бағы жанбады, ендігі күтімі саған қарайтын сияқты. Көргенді жердің қызы екенсің, бір ғана өтінішім бар, қайнағаңның жағасы кірлемесін, қарны ашып қалмасын деп өтініш айтты. Көп ұзамай енем дүниеден озды. Мен уәдеме берік болдым. Қайнағам 63 жасында өмірден озғанша қайын атам сияқты менің қолымда болады. Бағыма орай қайнағам өмірден көрген түйген ғибратты тәжірибесімен молынан бөлісіп, ірі қателікке ұрынуына жол бермеді. Мен де күтімінде кемшілік жібермедім. Сол заманда қалада өскен құрбыларым бас қосқан сайын, қадіріңді білмейсің, самооценкаң төмен. Мына заманда әркім өзінің басын сүйреу керек. Ешкім сенің сол еңбегіңді бағалап қатырмайды. Өмір өтеді де кетеді, одан да өз рахатыңды біл деп ақыл айтатын. Бір қызығы, солар қанша жерден қиссанды әңгіме айтып отырса да, жүрегім оны қабылдаған жоқ. Расымен тар үйде тұрғанда жас келін құсап, емін-еркін жүріп тұрғымақ келетін 2 бөлмелі үйіме қалаған қонағымды шақыра алмай талай қиналдым. Үйге қонақ келіп, қонатын болса, қайнағам ас үйге жатуға мәжбүр болатын. Бірақ сонда да саналы түрде қайнағамның көңілі үшін өз
рахатымнан тыйылдым. Ол кезде қазіргі бақытты өмірдің сол кездегі азапты жылдарына байланып тұрған білдім. Жас кезімде бейнет бер, қайыртайғанда зейнет бер дегенді енді түсіндім. Студент кезімде орыс тілінен қиналғандықтан балаларым осы азапты көрмесін деп оларды орыс мектебіне бердім, бірақ оның нәтижесі кері шықты. Қанша жерден оларды мәпелеп өсірсек те, бала-шағам болмашы қиындыққа сынып кететін әлжуаз көрінді. Әдеп пен иба мәселесінде де бізден әлде қайда арта келе жатқаны көрініп тұрды. Бала тәрбиесінде шұғыл шешім қабылдамасам, ұрпағымды да өзімді де жарға апарып соғатын анық болды. Сол кезде әлеуметтік желіде қаптап кеткен ақыл айтқыш коуч психологтардың бір сыпырасын тыңдап шықтым. Бірде біреуін жүрегім қабылдамады. Олардың тәсілімі тым тайыз көрінді. Бір күні баласына батырлар жырын жаттатып отырған бір әкені көрдім. Сол кезде 1986 жылғы балалық шағымдағы ыстық һәм мағыналы күндерім сарт етіп санама орала кетті. Жаңалық ашқан Архимеддей «Эврика» деп айғайлауға шақ қалдым. Сол сәтте нағыз құндылықты бейсаналы түрде іздеп жүрегімді түсіндім. Артық ойланып жатпадым. Бала кезімде өзім оқыған кітаптарды алдырдым да қыздарыма жаттатуды бастап кеттім. Бала тәрбиесінде мүлт кеткен олқы тұстарым дереу жөнелді. Бір қызығы, қыздарым да қызыға кетті. Өзім жұмыста 70 адам істейтін бір бөлменің білдей бастығымын. Соған қарамастан, осындай құндылықты Zoom арқылы онлайн оқытуға кірістім. Бір курста 21 бала бар. Олардың жартысынан астамы ақш пен Европада тұратын қазақтардың балалары. Қазір оқушыларым дән риза. Менің жүрегім тынышталып, үйіме береке бірлік кіргендей. Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Айшуақ ауылында дүниеге келген Тілеубаев Балдану деп баяндайды дейді. Бала кезінде әжем мен атамның қолында өстім. Ол кезде атамның шешесі Шолпан деген үлкен әжеміз тірі еді. 1992 жылы 93 жасында дүние салды. 1987-88 жылдары мен 6-7 жасар ойын баласы едім. Үлкен әжем бөлмеде жатып, алпамыс қобыланды жырларын пластинкадан тыңдап жататын. Мен сыртта ойнап жүремін. Күй табақтағы жыр соңына жеткенде пластинканы ауыстырып бер деп мені шақыратын. Мен жүгіріп келіп күй табақты ауыстырып кетем. Әжем жыр тыңдап жатқанда орамалымен көз жасын сүртіп отырған талай рет көрдім. Әжемнің үлкен және кіші пластинкасы болатын. Жасым 35-тен асқан соң, жан дүнием бір нәрсені істеп, өзімнен өзім аласұра бастадым. Ол кезде адам болмысы жайлы экзистенциялық философиядан мүлдем бейхабар болғасын, жүрегімдегі бір құбылысты жете түсіне алмадым. Конформизмге ұрынып, кәсіп ашып, бизнесті дөңгелетсем, жаным жай табатындай секілді. Істі бастаған соң, өлердей өкіндім. Қалауым бұл болмай шықты. Оның үстіне кәсібім кері кетіп, қарызға белшеден баттым. Осыдан соң мотивация алу үшін психологтардың пайдасы дәстүріне түгел қатыстым. Мұның бәрі түсініксіз қалауымды өтей алмады. Бір күні экзистенциялық фрустрация мен өмірдің майны жайлы қазақша ақпаратқа кезіктім. Сол кезде ғана әжемнің пластинкасын ауыстырып жүргенде құлағымда қап қойған әдемі әуез жадымда жаңғыра бастады. Сонда ғана не іздеп жүргенімді түсіндім. Тарихи тізбегіме жалғанатын амал әрекетке бой ұрдым. Сол жылдар мен пайғамбарлар қиссасын тыңдаған соң жүрегім тынышталды. Қарыздан да құтылдым. Үйіме береке кіріп, отбасым нығайды. Қазіргі жас буынның да негізгі қасіреті қуыс кеуде дерт екенін түсіндім. Бөтен бизнесті бастап, әуелде оқыған мұғалімдік міндетіме оралдым. Ақтөбеде Яссауи атты оқу орталығын аштым. Қазір балаларға әжемнен жеткен құнарлы әңгіменің бәрін үйретіп жатырмын. Ертай Ақшбаев Ақтөбе газетінде Өтежан
кешкен өрттің бояуы деген мақаласында мынандай үзінді береді. Патефон демекші, заманы басқа болған соң, әуелі мал, атақ жинауды емес, мысалы әлде бір ерлікті, ессіз ғашықтықты тыр тұтып өскен әрідегі ұрпақтың жата жастана оқып есейгені батырлар жыры еді. Бір қызығы, сол батырлар жанындағы Әлқисса ол кезде Қызылбастың елінен Қазан деген ер шығып, немесе Әлқисса Бадамша Сахау осыны айтып деп келетін жолдарға ерекше іркелуші ек. Онсыз да көкірегімді асып төгілмеген жырларға осы Әлқисса деген бір ауыз сөз өзгеше өң қосып тұратындай сезілуші еді. Осы күні Нұрғиса Тілендиевтің Әлқисса күйін тыңдағанда балалық шақтың сол батырлар жыры есіңізге түспей ме? Ейіндір ауданы Аққала ауылында тұратын 1964 жылғы Камал Ізімов деген кісі мынадай естелік айтады. Біз кітап оқып, пластинкадан батырлар жырын тыңдап, сол батырлардай болсақ деп, балалық арман қиялмен өскен ұрпақпыз. Бала кезім әлі есімде. Әкем қырда шопан болды. Біздің үйде Оттық деген радио болды. Жоғарғы бетінде пластинка жіберетіндей бөлігі бар. Радио батарейкамен қосылады. Әкем бір күн Алпамыс батыр жиынының пластинкасын алып келді. Сол Алпамыс жырын тыңдауға көршілер келетұғын. Кешке қонақ болып шайдан кейін асқа дейін қайта-қайта тыңдайтұғын. Біз кішкентай баламыз. Мыстан кемпірі бар, қорқынышты жеріне келгенде, зынданға тастайтын жеріне келгенде үрейленіп қорқатынбыз. Ал Алпамыстың жауын жегетін жеріне келгенде батырлардай болып бойымызға қайсар мінез пайда болатын. Осы Алпамыс жырын тыңдаған үлкендер бірде басын қайта-қайта шайқап, бірде көзіне жас алып ұйып тыңдайтұғын. Батыр жыры аяқталғанда бәрі үнсіз отырып қалатын. Батырлар жыры жас балаларға тәрбие беретін, адалдыққа, батылдыққа үйрететін, бабалардан жалғасқан өнеге еді. Иә, Алпамыс батырдың жырын әңгімелеп айналып тұратын дөңгелек пластинка есімізде. Ол кезде сәбилердің атын Алпамыс қоятын. Біз батырлар жырын тыңдап өскен ұрпақпыз. Әжемнің әлемі. Журналист Мықтыбай, Нұрсұлтан Мықтыбай. Сыр бойы газетіне Әжемнің әлемі деген мынадай мақала, деген мақала баяндайды. Біз көп балалы отбасынан шықтық. Балабақша бар болса да үйдегі төртеуміз де есігінен аттап көрген емеспіз. Есесіне бәріміздің үйде әжеміз тәрбиеледі. Бүгінде әжесінің балабақшасынан тәрбиеленіп шыққан екі адам болса, соның бірі өзім екенімді ерекше мақтан тұтатын ұрпақпыз. Бір қызығы, әжеміздің жалғыз өзі-ақ бәріміздің ебіміз табатын. Сол ақ шаңқан киіз үйдің ішінде әр күніміз қызықты өтетін. Ойыншықпен көп ойнай бермейміз. Қызығып та көрмеппіз. Үйде анамның артынан келген радио қабылдағыш пен патефон болатын. Пластинка ойнатқыш ақпарат. Иә, баршаңызға жақсы таныс дөңгелек үлкен қара түсті пластинка. Әжем сол пластинкаларды басындағы ақ орамалмен жақсылап сүртіп, оны патефонға салды. Сосын сол аппаратты жұқарған саусақтармен сырт-сырт еткізіп басып, күнұзақ батырлар жырын, түрлі терме қисаларды, халық әндерін тыңдатады. Ауылдың алты аузы атанған Ләтипа әжем ара-арасында өзі де қосылып айтып отыратын. Сол балаң шақта патефоннан тыңдаған Мұхтар Өтебаевтың домбырамен жырауларындағы, Фарида Шәріпованың оқуындағы, Қыз жібек Қобыланды батыр, Мұқаш Байбатыровтың орындауындағы, Төрт Жайлыбековтың оқуындағы Алпамыс батыр жырлары мен Ақан сері Ақтоқты трагедиясының үзінділері әлі күнге дейін құлағымда жатталып қалыпты. Сәкен Сайфуллиннің Ақсақ киік әнін сол пластинкада ойнатқыштан алғаш рет әжем тыңдатқаны да күні бүгінге дейін есімде. Аңыз әнші Ғарифолла Құрманғалиевтің әндері де сол сырт-сырт еткен қара аппараттан жаттап өстік. Әжем жарықтық сол батырлар жыры мен халық әндерін тыңдатып қана қоймай,
оларды бізге жатқа айтқызатын. Яғни, сол жырларды тыңдаған сайын іштей қайталап отырып жаттап, әжеміздің алдында тест тапсырамыз. Сынығынан сүрінбей өтсек, өзіміз қалаған тәттілерге тойдырады. Бала кезімде сол батырлар жырының әсерінен менің атым мейірман, шауып келдім қиырдан. Жаман тоным жалпылдап, құлап қалдым сиырдан деп арқама жыртық қап жамылған күйі жерге құлай кететінім болмаса. Ақырын шапша, ақырын қыз жібек менің жарқыным деп әндететін ата-анам әлі күнге дейін айтып ұялтады. Одан қалды сыртқы қаңылтырын оюлаған ағаш сандықтың мұқабасын тоз-тозы болған қалың кітапты алып шығып, соның сарғайған парақтарынан 6-7 сыныпта оқитын қос апа Мәдина мен Фаридаға ұзақ сонар жырларды кезек-кезек оқытады. Әжеміз де сол қалың кітапты мұқиялап, аялап ұстайтын. Мұқабасы жыртылған соң ба, сыртынан бірнеше қайтара газет, одан қалды өзінің әппақ жаулығымен орап байлап қоюшы еді. Сол қалың кітаптың Қырымның 40 батыры екендігін өз басым бертінде ғана білдім. Салмағы әжеп тәуір ауыр, бізге үлкен алып болып көрінетін. Осы кітапта бұл күндері Арқалық, Төреқан, Қарабек, Ерқосай, Ердотан секілді небір 5 батыр туралы жазылған бөлімдерді ғана сақталып қалыпты. Бүгінде сайрағы шеттері жыртылған осы парақтарды қолыма ұстаған сайын алтын әжем есіме түсіп, сағынышым үдей түседі. Жасыратыны жоқ, біз осы жырлардағы батырларға еліктеп өстік. Соның әсерімен өскенде алпамыстай боламын деуші едік. Бұл күйіндерді ойлап отырсам, менің бәрі біз үшін үлкен тәрбие құралы болған екен-ау. Апаларым батырлар жырын оқудан шаршағанда әжеміз ертеде, ешкі жүні бүртеде, қырғауылдың құйрығы ұзын екен деген ертеңгісін бастай жөнелетін. Міне, біздің бала кездегі бар ермегіміз әлгі үлкен дөңгелек пластинкалармен әжеміздің сандығындағы сақталған қалың кітап және жақсылықпен аяқталатын ертегілер болды. Осылайша әжеміз бізді мектепке дейін балабақшасыз ақ қазақы қалыпта ұлттық қанық баяуда тәрбиелеп шығарды. Сөйткен әжеміз мен 1-ші сыныпты бітірген жылы 67 жасқа қараған шағында ауыр науқастан мәңгілік сапарға аттанып кете барды. Биыл ағажемнің келместен кеткеніне 20 жылдың 100-і болыпты. Тіпті біз түгіл әжемнің қайтқан күні сол батырлар жыры мен халықтың әндері жазылған пластинкаларды ауылымызға танымал, жұрт қасиеті атап кеткен жасы 70-тен асқан Демен Құлпейіс ұлы атамызға дейін келіп тыңдап кетіп жүрді. Демен атамыз апта сайын отбасымызға ат басын бұрып, анама келінжан, әлгі құдіретіңді қосып берші деп ұзақ қиса дастанды соңына дейін тапжылмай отырып тыңдайтын. Тыңдап отырып көзіне жас алатын. Баламыз ғой, үлкен атаның бұл қылығы бізге оғаш көрінді. Апа, ана, ата неге жылайды деп анамызды мазалайтынбыз. Кейде сол ақшақал, шіркін осыны алыстағы, Алматыдағы немерелеріме де бір тыңдатар ма еді деп күрсінетін. Бүгінде құдірет аталған пластинка ойнатқыш патефон балалық шағымыздың естелігі. Үнсіз куәгері болып, ауылдағы үйімізде әлі күнге дейін сол қалпында сақтаулы тұр. Қырымның 40 батыры деген ағаш сандық түбінде. Тереңнен тартқан тамыр. Ауылдағы үйде көп адамның аяғы жете бермес, жетсе де керегін тауып тез жөніне кететін. Көп қазына жасырынып жатқан жер бар, ол үйдің шатыры. Мұнда не жоқ дейсіз? Атамыздан қалған көнесос естеліктер, артық ауыз құрылыс заттары, сосын 80-ші жылдардан бері қарай шаң қауып жатқан Қазақстан әйелдері, білім және еңбек, жұлдыз, жалын журналдары мен қазақ әдебиеті, ана тілі газеттерінің
бірнеше тігінді нөмірлер жатады. Ара-тұра орыстың музыкальная жизнь басылымы кездеседі. Тек бірнеше жылдық шаңын қағып жіберде қарай бер. Бастауыш сыныптағы жазған күнделіктер, көркем жазу, қазақ тілі дәптерлері де болатын. Тәтемнің жазу толы дәптерімізді буып-түйіп шатырға жөнелте беретін әдетіне риза боламын. Осы барғанымда тағы не бар екен деп аударып төңкеріп жүріп, бозбала жақтан қалған бірнеше күйтабақ пен музыка әдеби кітаптарын таптым. Арасында осыдан 30 жыл бұрын сары шифонердің үстінде кебежедей қоңыр көне шабаданынан көретін анар түсті. Қыз жібек және ашық көк тартқан мұңлық зарлық эпостары, ай қарма беті сарғыш әй күй сазы атты ескі күйтабақтың мұқабасы көзіме оттай басылды. Сыртқы мұқабасындағы тұлпар мен сұңқар, асулы қазан, қараша үй қан сарайының салтанатын күзеткен жасауыл бейнесі, қазақы оюмен астасып эпос сырымен үндес қарапайым қап ұғынғандық еді. 1890 жылы айтыстан ән күйлер топтаған күйтабақ сыртындағы торсық пен қымыз толы қос кесе қалақ домбырасын қай өңірдің өнерпазы екен айғақ саптама етік киген екі ақынның адуын кейпімен паң отырысы қандай шіркін. 3 күйтабақтан тұратын қыз жібек пен 2 күйтабақтың мұңлық зарлық эпосын Мұхтар Өтебаев жырлайды. Арасында қара сөзін оққан Фарида Шәріпованың дауысы бар. Есейе келе актердің мақам сазына қатысты айтылған бірнеше сын естідік. Сол заманда осы нұсқамен жарыққа шығарудың ұтымды тәсілі осы болды ма кім білсін. Бәрібір жарамсыз дей алмаймын. Құлаққа құйыла сіңген жанымызға жақын дауыс. Ес тоқтатып өз қалауын алған үйде кешкі астан кейін үзбей ойнататын 3 күйтабағым болды. Олар жыршы Қаламқас Орашева жырлаған Нұрпейіс Байғаниннің Нарқыз дастаны, Төлеген Момбеков тартқан Қаратау шертпесі және композитор Кенжебек Күмісбековтің Аяулы мекенім атты халық аспаптар оркестрінен жазылған шығармалары бар күйтабақтар еді. Қазір қайда қалғаны белгісіз, бірақ жазуының үтір нүктесіне, суреттің бояуына дейін жадымда сақталыпты. Нарқыздың дастандағы мінез сипатына байланысты атам жарықтық, балам, маған әлгі ұрдашық табағыңды қойып берші дейтін. Тыңдай мен ғана емес, тетелес інілерінде жатқа соғатын болдық. Кіші інімнің әлге дейін есінде екен. Қаламқас жыршының орындауында қаншама мақамды саф күйінде сіңіріппіз. Батырлармен алысқан күйі тәтті ұйқының құшағында құлап, түсіне жалғасатын оқиғалар. Оянған сәт табақтың пышырлап айналып тұрған талай көрдік. Мүсілім әмзе, тереңнен тартқан тамыр, ана тілі газеті, 23 ақпан 2017 жыл. Күйтабаққа деген сұраныс. 1987 жылы Томас Эдисон дыбыс жазып алатын сайман ойлап табады. Сол кезде ақ маңызды кісілердің даусын таспаға түсіріп алу ісі дереу іске қосылған. Бір қызығы, шалғайда жатқан қазақ даласының өзіне бұл керемет салыстырмалы түрде жылдам жеткен сияқты. Себебі Рихард Краутс атты германиялық доктор сыр бойына келіп, Маңғыстау түбегі арқылы сапар шеккенде бірталай қазақ әндерін жазып алып кетіпті. Бұдан соң таспаға үнін түсірген бақытты қазақ әміре екен деседі. 1925 жылы Ава Затеевич оның орындауында 7 әнді аппаратпен жазып алады. Бұдан кейін 1931 жылы Ахмет Жұбанов Ақтөбе облысын аралап жүріп, бірнеше күйшілердің күйін сиқырлы сайқыман арқылы келешекке сақтап қалады. 1934 жылы
Темірбек Жүргенов Қазақстанның халық ағарту комиссары болып тағайындалады. Ол бір жылдан соң сол кездегі қазақтың маңдайлы бірнеше әншісін Мәскеуге аттандырып, бірнеше пьеса мен әнді әңгімелік сахналарында салып кетеді. Бірақ ол кезде бұл әуендер бұқара халыққа жаппай жол тартып, көрінген үйдің төрінен шырқала алмайтын. Ондай нығметке біздің халық 1964 жылдан кейін ғана қол жеткізген. Бүкіл одақтық мелодия фирмасы осы жылы Алматыда граммофонға жазу студиясын ашады. Қазақ пен қырғыздың тамылжыған әндері осы кезден бастап жаппай күйтабаққа түсе бастайды. Мұндағы мамандар ән мен жырды ең әуелгі магниттік таспаға түсіреді. Сосын олар Мәскеуге жол тартады. Мәскеуде ОТК деп аталатын арнайы тексеруден өтеді. Одан өткесін Петерборда күйтабақтың алюминий нұсқасы құйылады. Ол нұсқа жедел түрде Ташкентке жіберіледі. Ташкентте олар әдемі күйтабаққа айналып, әнсүйер, жырсүйер қауымға жол тартады. Мелодия фирмасы осы жұмысын 1990 жылдардың соңына дейін мінсіз атқарып тұрған. Ән мен жырға ежелден құмар қазақ жұрты күйтабақтар шыққан бойда бас салған. Шалғайдағы қойшы ауылдардың өзі қолына күйтабақ түсірсе шексіз шаттанатын болды. Сұраныс деген сойқан болған. Әсіресе Алматыда тынысы не туысы бар қазақтар тапсырысты үст-үстіне беріп, қаладағы күйтабақтың бәрін пышақ үстінен талап ететін. Өркениеттің осы бір нышаны одақтың бірнеше аймағына бөлініп қалған алашұлдарын шаршау шығармай ұстап отыруға да жақсы септескен. Сұраныстың сойқан болғаны сонша, біз қазақша күйтабақтар жетпей жатыр, молырақ шығарыңыздар деген мазмұндағы хаттар Қазақстан ғана емес, СССР-дің ауыл аймағынан Алматыдағы грампластинка үйіне лек-легімен тоқтаусыз келіп жатты. Біздің ауылдың тұрғындары өнерге құмар. Демалыс күндері семьяның ортасында отырып, сүйген әні мен күйін жырын тыңдағысы келеді. Бірақ өкінішке орай, грампластинкалар тапшы, әсіресе қазақ тіліндегі сін табу қиын дейді Шымкент қаласы Созақ ауданына. Біз Алпамыс Қобыланды ертарғын жырларын күйтабақта тыңдадық. Бұдан басқасы болмағысын қайталап тыңдай беріп, оларды жаттап алдық. Және күйтабақтар да тозып бітті. Естуімізше, мұндай жырдастандар басылған пластинкалар Алматыда әлі көп екен. Соларды көптеп шығарып, біз сияқтағы шалғайдағы халыққа жеткізуге жәрдем берулеріңізді сұраймыз дейді. Құрметпен Гурьевтің Қызыл Қоға ауданы Ленин атындағы совхоздың бір топ ақсақалы дейді. Біз Көкшетау облысы Павлодар ауданы Казанка ауыл мектебінің оқушыларымыз. Бізге қазақша ән, күй, жырлар жазылған күйтабақтар там-тұмдап зорға жетеді. Біз күйтабақты бірнеше үй кезектесіп тыңдаймыз. Ең жаманы осының кесірінен күйтабақтар жылдам тозып, тыңдауға жарамсыз болып қалады. Осы өнімдерді молынан шығарса деп армандаймыз дейді Көкшетау облысы Павлодар ауданында Казанка ауылының пионерлер лагері. Біздің Алматы қаласында тұратын бір туысымыз қазақша күйтабақтар шыққанда жаңаларын алуға үнемі жіберіп тұратын. Соның арқасында әулетіміз қазақша ән, күй, жыр тыңдауын тарықпады. Былтыр қаладағы туысымыздың қызметіне орай басқа облысқа көшіп кетті. Содан бері біздің үйдегі пластинкалар жаңаланған жоқ. Көкем жаңа күйтабақтар сатып әкелем деп бірнеше рет облыс орталығына барып құр қайтты. Білгіміз келгені ондай күйтабақтар Алматыда халқына арнап шығара ма? Талдықорған облысы Гвардия ауданы Фурманов поселкесі Орынбаев орақ дейді. Біздің қоймада қазақ күйтабақтарынан орын қалмай бара жатыр. Себебі орыс тіліндегі әндер мен әуендер шамадан тыс көп. Үлуде біреу болмаса орыс тілдегі күйтабақтарға қызықпайды. Қазақ тіліндегі жырларға сұраныс өте жоғары. Ескі жылдардан өтпей қалған орыс тілді өнерлер қоймадағы бос орынның бәрін жайлап алды. Осы мәселесі
мәселені онымен шешулеріңізді өтінеміз дейді. Қостанай облысы Құсмұрын совхозы Алдамжаров деп жазған екен. Тіпті осы мәселені көтеріп Әнес Сараев 1969 жылы Социалисті Қазақстан газетіне тағы да грампластинка жайында бірнеше мақала жариялайды. Мақалада келтіретін деректер бойынша күйтабаққа тапсырысты негізінен сыртта қап кеткен қазақтар берген. Атап айтса, Қарақалпақ, Айсы, Түркменстандағы Краснодарск, Астрахан, Саратов, Орынбор, Омбы, Новосибирск, Алтай өкілдерінен күйтабақ алдырушы халқын тым көп болған. 1965 жылы 5 миллион 900 күйтабақ сатылса, 66 жылы халық арасынан 6 миллион 800 күйтабақ тарап кеткен. 1970 жылға қарай 11 миллион пластинка сату жоспарға қойылған. Мұндай тегерінді сұраққа төтеп беру үшін жауапты мамандар күндіз түні тоқтамай еңбектенсе керек. Себебі жылдағы жоспарын 130-140%-ға артығымен орындап жатыр. Соның өзінде 11 миллион тиражбен тараған күйтабақ сол кездегі қазақ халқының жұғынына жұқ та болмаған. Көптеген ауылға батырлар жырлар жазылған, 2-3 күйтабақ әзер жетіп жығылған. Ауыл жұрты соларға кезекке тұрып, бірінен бірі таласып, тармасып жүріп тыңдауға мәжбүр болған. Мұндай дефициттің тым жоғары болуының себебі СССР-дің кезіндегі сауда механизмінің мешеулігі. Себебі күйтабақтарды қандай дүкен арқылы тарату керектігі түбегейлі шешілмеген. Облыс орталықтарындағы ірі дүкендерде күйтабақтарды сататын ары кетсе 40-60 ұя ғана болған. Ал сол кездің өзінде күйтабақтарды діттеген жеріне дәл әрі тез жету үшін ең кемі 500-600 ұя болу керек екен. Ерекше күтімді қажет ететін күйтабақтар жайлы жағдай талап етеді. Ал шалғайдағы дүкендер ондай жағдайды жасай алмайды. Соның кесірінен ондай күйтабақты алыстан алдыртып сатуға ықыласты болмаған. Орыс мектебінің жемісі. 1985 жылдары Михаил Горбачевтың қайта құру реформасынан кейін қазақ халқын мәдени тоқыраудан сақтап тұратын құндылықтар құрамы күрт нашарлады. 1970 жылдары қарқынды насихатталған күйтабақтар секілді бір жолата тоқтады. Балалық шағы бұл заманға сәйкес келген жаңа буын жыр құндылықтарынан марқұм қалды. Мәдени майданда бұл құндылықтар үздіксіз насихаттап отыратын қаһармандар саны күрт азайды. Оның негізгі себебі Қазақстанда қазақ мектептерінің жабылып, жаппай орыс мектебінің ашылуы. Қонаев дәуірінде Алматы қаласында жалғыз қазақ мектебі әупірімдеп аман қалған. Соның кесірінен қазақ тілі, әдебиеті, мәдениеті үшін күрескен ақын жазушылардың ұрпағы бір ауыз қаншама білмейтін қара орысқа айналды. 1988-89 жылдары шыққан газет-журналды шолып шықсаңыз, сол кезде ең көп талқыланған мәңгүрт тақырыбы екеніне көз жеткіземіз. Мәңгүрт типін әдебиетте Әбіш Кекілбаев пен Шыңғыс Айтматов қолданады. Шыңғыс Айтматов ғасырдан да ұзақ күн романында мәңгүрт жайлы аңызды былай баяндайды. Ертеде жуан деген тайпа болыпты. Олар бейбіт елді шауып, кәрісін өлтіріп, қатынын олжалап, жастарын тұтқындап әкетеді екен. Бір жорықта Найман ананың 3 ананың ұлы Жоламан да бір олжаға түседі. О заманда тұтқыннан деліқұл жасайтын безбүйрек әдіс бар еді. Ұстарамен тұтқынның шашын сыпырады. Сол заматта жаңа сойылған түйенің көн терісін тақыр басқа қаптайды. Шыжыған күннің астында тастайды. Бірнеше күн ас сусыз белбеулеп жатады. Өскін шаш көн терісін тесе алмай кері қарай қайырыла өседі. Бас сүйекті бұрғылап миға шаншылады. Бұл тұтқынды жан төзгісіз азапқа салады. Мұндай қорлықтан 10 тұтқынның біреуі ғана тірі қалады. Оның өзі жендеттер үшін үлкен олжа.
Бейшараның ақылы мәңгілікке маталып, нағыз делқұлыға айналады. Тарихи жады, зейін, зәрдесі, ата-баба шежіресі бәрі өшеді. Енді жуан-жуан тайпасының мәңгүрт құлы болады. Не шаруа тапсырса да ойланбай істей береді. Жаны сірі бейнетке майымайды. Оларға жалғыз ғана қорқыныш үйретеді. Бастығы кепешіңді шешсең өлесің деп сендіреді. Бақытсыз жоламан да мәңгүрттің кепешенін киеді. Дұшпанын мал баққызады, оның жалғыз қорқынышы басындағы кепеші болды. Найман ана оны мал бағып жүрген жерінен тауып алады. Жасырын келіп, қанша жарлайды, ұлымыз бақпайды. Себебі танымайды. Жұрты, ата-бабасы, әкесі жайлы шежіре, аңыздарды айтып, санасына сәуле түсіруге тырысады. Мәңгүртке түк әсер етпейді. Шарасы таусылған анасы бесік жырын айтады. Жоламан әлдеге де елтімейді. Қожасы шешесінің жасырын келіп жүргенін біліп қояды. Бұл қатын кепешеңді ұрлап кеткісі кеп жүр. Одан айырылсаң біттің, өлесің деп қорқытады. Мұны естігенде Жоламанның жаны қалмайды. Садағын сайлап жебесін егеп дайынды отырады. Анасы тағы бір келгенде қақ жүректен атып өлтіреді. Шыңғыс Айтматовтың ғасырдан да ұзақ күн романында шешесі Найман ананы садақпен атып өлтіретін мәңгүрт бала сияқты өз халқының тілін, әдебиетін, ән, күй, жыр, тарихын таптап жүре беретін орыс тілді қазақтар қаптап кетті. Ең жаманы, бұлардың көбінің әке-шешесі күні кеше осы құндылықтар үшін өмірлерін айқаста өткізген нағыз ер болатын. Бұдан да сорақысы, осы мәңгүрттер армиясы Қазақстан тәуелсіздігін алған соң билікке араласты. Олардың көбі экономика мен қаржы саласында сауатты болғанмен, мәдени салада ислами мәңгүрт нағыз өзі еді. Ғасырлар қойнауынан өле жаздап, тәуелсіз кезеңге зорға жеткен рухани хам мәдени құндылыққа пысқырып та қараған жоқ. Ол үшін ән, күй, жырдың соқыр тиын құны жоқтай көрінді. Оларды жинап теріп насихаттау былай тұрсын, бұл өнердің иелерінде қоңыз тергізіп жібереді. Сол кезде билікті қолына алған президент Назарбаев қазақ тарихына, әдебиетіне, тіліне, дініне, салт дәстүріне, ән күйіне, мәдениетіне қатысты мәселенің биік мінберден көтере беруге тыйым салды. Ол үнемі мұндай кезде мұндайды сатып экономиканы түзеп алайық, тіл мен тарих, әдебиет пен мәдениет соғысын оңала береді деп сытылып кететін. Зиялы жұрттың бір парасы оның сөзіне сеніп те қалды. Сондықтан бұл проблемалар 1990 жылдары жиі көтерілген жоқ, бірақ 2000 жылдардан былай қарасаң, биліктің барлық тармағы мәңгүрттің қолына толық өтіп бітті десе болады. Қаңырап қалған мәдени кеңістікті мәңгүрт шенеуніктер Ресейдің тіпті екінші емес, үшінші, төртінші сорттағы әні бишісімен толтырады. Даңғаза жылдар. 2008 жылы Астана қаласының 10 жылдығын тойланғанда қазақ мәдениетінің үні өшкендей болды. Есуас шенеуніктер сахнадағы жұлдыздың сәттері 1990 жылдары өтіп кеткен америкалық әнші Уитни Хьюстонды шақырған. Бұл әнші 2005 жылы ғана нашаға байланып қалып емханадан ем алып шыққан. Соған қарамастан 2008 жылы мәңгүрт шенеуніктер оны Астананың төрінде шырқатты. Ішімдікпен есірткіден сол күйі есін жиіне алмаған Хьюстон 12 жылы-ақ өлімге жете алмай, абыройсыз жағдайда дүниеден озды. Қазақтың маңдай алды әншілері оған төленген гонорардың көлемін өңі түгелі түсінде де көрмеді. Ол Редисон отель Астана қонақ үйінде түскенде бөлмесінің бір күндік ақысы $4000 болатын. Үкімет үйінің бір бөлмесін босатып Хьюстонға бола арнайы гример бөлмесін жасақтаған. Астанада жүріп тұруға арнайы лимузин бөліп профессионал күзетшілерді қасына қосып қойды. Көлігі қала ішіндегі кедергісіз жүру үшін полиция көлігі ілесіп жүрді. Оның концертінде Нұрсұлтан Назарбаев пен Сара Алпысқызы және үкіметтің бүкіл жандайшабы Бота Тайлақ, Бау
шарбағымен шыбырып барып даусының ажары қашқан танымал әншінің өнерін тамашалайды. Бұлардың қаншалықты маргиналданып, өз ұлтының мәдени жауһарларына қаншалы жырық кететінін осылай салыстыру арқылы білуге болады. Мысалы, Еркін Шүкіман, Алмас Алмат, Сержан Шәкірат, Берік Саймағамбетов, Рамазан Стамғазиев, Қайрат Байбосынов сияқты дәстүрлі өнердің майталманы, әнші, жыршы, күйлері осылай өнер көрсетсе, саяси элитаның неше пайызы қатысуы мүмкін. 2008 жылы Астана күніне Уинти Хинстон бөлек 66 жастағы британ әншісі Пол Маккарти келді. Өзінің білетінде ол дәурені 60-70 жылдары дүрілдеген атақты Beatles тобының экспонатқа айналған әншісі болатын. Бұл кезде мәдениет министрі Ермұхамед Ертісбаев еді. 2009 жылдан бастап Мұхтар Құл-Мұхамбеттің дәуірі басталады. 2009 жылы Астананың 11 жылдығын тойлағанда 67 жасар испандық опера әншісі Паласидо Домингоны шақырады. Палисоданың тұрақты гонорары $300,000 екен. Енді оны алдыру, жатқызу, ішіп жегізу шығындарын қоссаңыз, еңбекақысы $500,000-ға жақтауы мүмкін. Палисидоның бөлек аргентиналық опера әншісі Вирджина Тола, американдық дирижер Юджин Кон, Канада әншісі Лара Фабиан, ресейлік әнші Игорь Крутой, Лайма Байкуле келді. Игорь Крутой мен Лайма Байкуле бұл кезде 55 жасқа келген еді. Игорь Крутойдың тұрақты гонорары $75,000, Лайма Байкуле $55,000-дан төмен сомаға келмейді. Ал Лара Фабианның бір жылт еткені $150,000-ға түседі. Дәл осы кезеңде қазақтың маңдай алды дәстүрлі әншілері мұндай сахнаны түсінде көрген. Бағы жаны біреу-екеуі үкіметтік концертке шыға қалса, $1000-дың маңдайына ғана жалақы беретін. Таланты тасып тұрса да, атағы жетіспегендері ағайының той-томалағында 50-60 мың теңгеге өнер көрсетумен мәжбүр болды. Бұдан төмендері шілдехана, қоныстой, құдалық сияқты ұсақ-түйек жиын-тиындарда ән салып 30-20 мың теңгені қанағат тұтты. Өнеріне шешендік серік болғандай, тойда асаба болып ризығын сәл-пәл арттырады. Олар кейде осы нығметінен де айырылып қалатын енді. Домбырасын арқалап, басқа қалаға ұшқанда Қазақстанның әуе компаниялары домбыраны ұшақтың салонына кіргізбейді. Оны багажға өткіз деп талап қоятын. Олар амалсыз талапқа көнеді, бірақ домбыра багаж бөлімінен қираған күйінде иесіне оралатын. Тәуелсіз 30 жыл өтсе де үкімет пен министрдің домбыраны қорғайтын тиімді қаулы шығара алмады. Ұшқан сайын домбырасы қираған әншілер барар жер басар тау таппай, бүкіл мұң-мұқтажын әлеуметтік желіге апарып ақтарады. 2010 жылы Астананың 12 жылдығы тойланды. Оған Италияның опера әншісі 52 жастағы Андриана Бачелли келді. Бачеллидің гонорары $200,000. Одан бөлек джаз әншілері Никол және Кимберли Дэвистер келді. Ресейден опера әнші Дмитрий Хворостовский, Игорь Крутой, Сергей Лазарев, пианист Сергей Мацуев шақырылды. Жасы 56-ға келген әнші, эстрада әншісі Александр Серов Астана төрінде ән шырқады. Сергей Безруков «Хулиган» деп аталатын спектаклін қою үшін Астанаға группасымен шыбарып келді. Америкада Ни-Ио, Румынияда Маранди тобы келді. Ұлттық намыстан жұрдай болған шенеуніктердің мәдени салаға қосымша берген соққысын мына фактіге қарап болжай беріңіз. Дәл сол жылдары мәдениет министрлігінде күндіз-түні шапқылайтын мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы 35-70 мың теңгенің арасында болатын. Олардың көбі Астанада жеке пәтер жалдай алмай, бірнеше отбасы бір пәтердің ішінде бірігіп тұруға мәжбүр еді. Жеке отбасылық өмір деген көзден бұлбұл ұшты. Оларды пәтермен қамтатын қыруар қаржы дәурені өтіп кеткен шетелдік әншілердің есеп шотына аударылып жатты.
2011 жылы Астананың 13 жылдығын тойлағанда 51 жасар британ әншісі Сара Брайтман келді. Онымен бірге ресейлік Крутой, Тимати, канадалық Лара Фабиан, ирандық әнші Араш, британ әншісі Джау Сейн келді. Араштың гонорары $50,000, Тиматр 25,000. Бұл мерейтойға ресейлік Градус және украиналық Квест Пистас топтары да келді. Осы нүктеде адам сүйгіштік қасиеті сұмдық дамып кеткен біреу тұрып, өнерпаздар шетелден келсе не бопты? Мәдениетте шекара жоқ. Музыка жалпы адамзаттың құндылығы. Қазақтар да әлемдік брендті таңдап деңгейін өсірсе не бопты? Палисода, Бачели, Сара Брайтман деген әншілер әлемдік деңгейдегі жұлдыздар. Олар Қазақстан сахнасында өлең айтуының өзі үлкен абырой. Қайта халықтың мәдени деңгейін көтереді деген десе жауап беруге болады. Енді объективті жауапты тыңдаңыз. Олардың билетінің алды 150,000 теңгеге, ол кезде $1,000 шамасында. Осы 30,000 теңге $200 болатын. Қарапайым адам тұрмақ орта класты құрайтын көзі ашық қазақтың өзі мұндай концертке бара алмайтын. Бір билеттің құны оның 1 айлық жалақысы болатын. Сондықтан шетелдік жұлдыздардың өнерін ат төбелдей маргиналды ғана тамашалай алады. Тіпті осы концертке қатысқан модерн шонжарлар олардың да өнерінің қандай да бір эстетикалық ләззат алғанын күмәнді. Бұл даңқ бет даңғаздың құрбаны болған қарабайыр шенеуніктің құралған кәдімгі тобыр болатын. Ал мемлекеттік мерекені ұлттық нақышта тойлағанды ұнататын бұқара халық олардың өнерін залда отырып тамашаласа да, құлағының құрышығанып кеудесін мақтаныш сезім кернемейтін. Даңқ пен даңғазаның астарында мемлекеттің ақшасын ұрлау деген бір ғана мотивация жататын. Құрметті оқырман, сізді осы жерде сабырға шақырамыз. Себебі жоғарыда баяндалған деректерде де сәл де болсын нағыз өнердің иісі шығатын. Мәдениет саласындағы наданданғаны сонша 2012 жылдан бастап бұл талғамға да зәр боп қалдық. Енді ешқандай салмағы жоқ, өнерін сыңғырлаған таза табиғи даусымен көрсете алмайтын. Оның орнын эстраданы қалтурасымен жабуға тырысатын эстрада жұлдыздары басты дейді. Дәл осы жылы мәдениет министрі болып Мұхтар Құл-Мұхаммедтің орнына Дархан Мыңбай тағайындалып еді. Басшының талғамына қарай Астанаға келетін жұлдыздардың да сапасы өзгерді. 12 жылы Астананың 14 жылдығында өткізген Келли Роуленд деген американшы әнші шақырды. Оның гонорары $150,000. Ресейден Нюша, Тимати, Гюген, Иван Дорн, Серебро тобы, Молдавандық әнші Дан Валан шақырылды. 13 жылы Астананың 15 жылын өткізгенде америкалық поп әнші Никол Шерзгин шақырды. Оның гонорары $350,000, $1990 мен 2000 жылдары дәурені өтіп кеткен Дима Билан, Анна Семенович, Митя Фомин, Ирина Дуца, Сати Казанова, Стас, Александр Ранеев, Глюкоза, Пицца Фабрика Джиган, Бианка, Дискотека Варя, Груссель Квитюнс, Диадан Томас, Украинадан Доминик Джокер сынды әншілер шабырды. 2014 жылы Арыстанбек Мұхаммедұлы министр болып тағайындалды. Министрдің талғамына қарай келуші қонақтардың саны мен сапасы тағы өзгеріп шыға келді. Оны төмендегі тізімге қарап өзіңіз пайымдаңыз. Астана қаласының 16 жылдығына америкалық рэпер Аконды Эйкон шақырды. Оның гонорары $200,000. Ресейдің Полина Гагарина пицца тобы, британдық Блю тобы келген. 2015 жылы Астананың 17 жылдығын тойлағанда ресейлік Сплин, Ума Турман рок топтары келіп өнер көрсетті. 2016 жылы Астананың 18 жылдық мерейтойына америкалық
Бродвей бранд музыка тобы келді. Бұл жолы шетелден мәнерлеп сырғанаушыларды шақырып, Снежный король қойылымын қойды. Жаңа министр ескі нөмірлерден шаршаса керекті. Креативті көкесін ойлап тапқысы келді. Ол енді әншілерге спортшыларды қосып шақыратын өнер ойлап тапты. Бәлкім екі министрлің біріккен болар. Ол кезде мәдениет және спорт министрі деп аталатын. Қойылымды қоюға Ресейден Евгений Плющенко, Ирина Слуицкая, Дмитрий Суханов, Чехиядан Томаш Вернер, Франциядан Брин Жубер, Англиядан Фиона Зулда, Украинадан Сергей Якименчи, Ирина Усенко сияқты мәнерлеп сырғанаушылар тартты дейді. 2017 жылы Астана қаласының 19 жылдығын тойлағанда Щелкунчик қойылымын қойды. Оған Ресейден тағы Евгений Плющенко, Ирина Слуицкая, Никита Михалков, Анастасия Мартюшова, Нодор Майер-Сурадзе, Канадан Эммануэль Сандиус сынды спортшылар келді. Мұншама шұбырған спортшыларды әншілермен шымдастырып, мұз айдынды сахнада жарқыратып көрсету үшін 3-4 күннің шаруасы емес. Олардың жабылып бір нөмір қоюының өзі қыруар қаржы мен есепсіз шығындарды қажет еді. Көресіңді көрмей көрге кірмейсің деген сөз рас екен. Қазақ халқын көруге тиіс тағы бір шектен шыққан даңғазасы бар екен. Қотыр атқа соқыр ат ілесіп, дәл сол жылы Италияның Ла Скала опера театрының 260 қор группасы тағы бір нағашы атасының үйіне келгендей Астанаға түгел ұшып келді. Бұндай аста төк рахат өмірді олар Италияда да көрмеген шығар. Бірақ бұлардың өзі түк болмай қалды. Бір апамнан өткен сорақы демекші, сахнада сайқы мазақтықпен даңқы шыққан ресейлік Comedy Club әзіл шоу тобының тілі мен жағына сүйенген жылмақай жігіттерін жинап алды. Канададан Цирк де Сюлей циркін бүкіл ұжыммен алдырды. Әуелде жасөспірім балдарды таңғалдырып тамсандыру үшін арналған осы бір өрнектің жеңілтектеу түріне Қазақстан Республикасының саяси элитасы баладан бетер мәз болды. Той мұнымен тоқтамады. Біздің инфантилист шенеуніктердің құмары қанбаған екен. Олар бейне бір соғыс кезінде ойынға құмары қанбай қалған. Кембағал ұрпақ құсап, жартылай өмірмен, жартылай жарнаның күшімен жұлдыз атаған ортанқол өнерпаздың бәрін Астанаға алдыра берді. Американдық Лип Бискит рок группасы, итальяндық 58 жасар Эрес Рамзотти, тайван әншісі Терри Лин, ағылшындық Софи Элис Бекстер, ресейлік Кристина Арбакайте, Полина Гагарин, Егор Крид, Тимати, Мот, Леон, Кристиана Си, Би-2, Муми Тролль топтары төрді бермес құрметті қонаққа айналды. Егер әкесінен қалған ақша болса, жекеменшік тойына кімді шақырса да өзі біледі. Бірақ мемлекеттік мерекеге ұлттық қордың ақшасын жазып, азғандай топтың көңілін көтеру үшін кәдімгідей қылмыс. 2018 жылы Астана қаласының 20 жылдығына америкалық опера әншісі Энджел Блюді шақырды. Корейлік Броуфринтел тобы келді және Голливуд жұлдызы Стивен Сигалды шақырды. Ресейде 1980 жылы құрылған Форвард тобы, 1989 жылы құрылған Нана тобы келді. Одан бөлек Кегес, Карандаш, Пицца сияқты ресейлік топтарда болады. Қазақ мәдениетінің басына сор боп жабысқан осы Астана күні қазақ халқының артық кемі жоқ дәл 10 жыл діңкелетеді. Бұл күні мал шашудың тағы бір астарлы себебі бар. Шетелдің 600 жылдынан бекітілген бұл мерекеге Назарбаевтың туған күніне кездейсоқ дәл келгені қосымша соққы болады. Патшаның туған күнін лайықты атап өту деген орта ғасырлық түсінік қазақ мәдениетінің түбіне жетуге сәл-ақ қалды. Қазақ халқына Құдайдың жаны ашыды ма? 2019 жылы осы мерекенің бастауына бір апта қалғанда, яғни 24 маусымда Арыс қаласында жойқан апат болды. Ауған соғысынан бері жиналып жатқан әскери қоймада қисапсыз бомбаға от тиіп,
бірнеше күн тоқтаусыз жарылды. Қаланың тұрғындары бас сауғалап жан-жаққа босып кетті. Осындай трагедияның қабатында дүркіретіп туған күн атап өтеудің реті келмей қалды. 2020 жылы әлемдік пандемия бұрқ ете қалды. Той тағы да жайына қалды. Бірақ соның өзінде намыссыз шенеуніктер халық ковидінен жапа шегіп шыбындай қырылып жатқанда бірнеше отшашу атып үлгерді. 21 жылы пандемия тағы да мал шашуға мүмкіндік бермеді. 22 жылы қанды қақтар оқиғасы болды ма, патшаның басынан бағы астынан тағы тайды. Қазақстан қоғамына үстемдік орнатқан қаралы көңіл-күй 6 шілдені тағы да тойлатпай тастады. 2008 жылы Юнти Хинстонды шақырып басталған даңғаза той 2018 жылы Нана тобының жорға деген әнімен аяқталды. Астана мерекесінің осындай әнімен бітуін жаман ырымға да балауға болады. Қазақ мәдениеті тура мағынасында шетелдік өнерпаздарының алдында құрдай жорғалап кетті. Ол мағынасыз мал шашуды шырқау шегіне жеткізген мәдениет министрі Мұхаммед ұлының үстінен 23 жылы жемқорлыққа қатысты іс қозғалды. Экс-министр журналистердің жағдайыңыз қалай деп сұрағанына қазір СИЗОда деп жатып йогамен айналысып жатқанын айтты. Ол сол жылы 22 маусымда 8 жылға сотталды. Тамақ үшін талас. Құрметті оқырман, енді мынадай философиялық сұрақ қоялық. Байлықтың мәні не? Мал мен дәулет болмыс ретінде қандай мақсатта жаралған? Біздіңше кез келген байлық адамның рухани ізденісін тәуелсіз етіп, ішкі хам сырты мәдениетін барынша биік деңгейге жеткізуге атсалысады. Бұл философия шағын мемлекет саналатын отбасы институтында анық көрінеді. Отағасы үйдің бюджетін бала шағаның білім алып, рухани ізденіп, мәдени деңгейін көтеруге жұмсамаса да, мәдени деградацияға ұшыраған тұқымы өзінен өзі тозып бітеді. Сондықтан да парасатты ата-аналар отбасы бюджетін үнемдеп пайдаланып, бала шағасына сан түрлі үйірмеге беріп, дамығын жетілдіріп, жан-жақты азамат етіп өсіргісі келеді. Осындай стратегиямен жүрген отбасының бала шағасын бірден білесің. Олар білімді, өзіне сенімді, хам мәдениетті келеді. Баласының бойына жиған өнеріне қарап, әке-шешесінің отбасы бюджетін қалай жаратқанын бірден ұғуға болады. Мемлекетте де солай. Халықтың мәдениетін көтеруге миллиард шашылған қаржы қоғамда қалай көрінеді? Жұмсалған ақшаны айналымнан қандай бейнеде көре аламыз? Соңғы 25 жылда даңғаза шараларға салынған қаржы із-түзсіз кеткен жоқ. Оның қалдырған белгісі көзге бадырайып көрініп тұрады. Оны сіз жыл сайын көктемде Наурыз мерекесін тойлағанда көріп жүрсіз. Алыс аймақтағы қалашықтарды есепке алмағанда мәдениет пен өркениеттің ошағы саналатын Алматы мен Астананың халқы Наурызда тегін тамақ таратылғанда құдды 1032 жылғы ашаршылықтан тіреліп келген адамдар таласып жатқан сияқты көрініс береді. 23 жылдың 26 тамызында Астана қаласында Тәжікстан мәдениет күндері өтті. Тәжіктер жеміс-жидектен жасалған таңғажайып көрмесімен паш етті. Көрме 3 күнге созылу керек еді, алайда көрмеге келген жұрттың бір парасы түк көрмеген адам құсап, жайнап тұрған жемістердің бәрін талан-тараж етіп талап әкетті. Сол күні әлеуметтік желіде Маңғыстаудағы Ыбықты сайда дала музейін бүлдіріп жатқан тағы бір вандалдың видеосы таралды. Масқара болғанда, бұл вандал Ақтөбе облысының мәдениет қызметкері болып шықты. Біздің шенеуніктердің 30 жыл бойы мәдени салған ақшасы, халықтың мәдени деңгейі 1 миллиметрге де көтерген жоқ. Қайта кері айналды. Өзбекәлі Жәнібектің шыбын жанын шүберекке түйіп жүріп, совет билігінің шеңгелерін жұлып алып, Наурыз мерекесі халықтың рухани асқақтататын қасиетті мейрам емес, керісінше ақылды, қазақы,
өз ұлтын түңілдететін негислистік жабайы шараға айналдырып жіберуге шақ қалды. Тіпті соғыс кезінде тұтқынға түскен бейбақтар қанша жерден қарны ашып қалжырап тұрса да, дәл бұлай бірін-бірі тартпас, тамаққа таласпайды. Рухы биік, кеудесінде намысы бар тұтқындар ең ауыр жағдайда ары мен абыройын қорғап қалатын. Шындығында тегін палау мен бауырсаққа таласқан бұл халық мұндай масқара қадамға қарны аш болғаннан бармайды. Олар тура мағынасында мәдени ашаршылыққа ұрынған жабайы тобыр. Мұндай жабайы көрініс жалғыз наурыздан ғана емес, жарнама үшін тегін ауқат тарататын кез келген акцияда қоғамның бетінде қалқып шығады. Әлеуметтік желіде тегін дөнер таратпақшы болған кафелердің алдында қала халқы тура мағынасында бірін-бірі қысып, жаншып, езіп, таптап кетуге шақ қалған видеолар толып жүр. Бұл біздің құрметті мәдениет министрлеріміздің қазақ қоғамына таратқан керемет сыйлығы. Бұқара халықты осындай деңгейге құлатып, олардың мәдени иммунитетін жойған дұшпандар, мәдени саласын армансыз билеп төстеген шенеуніктер мен оларды бетінен қақпаған бұрынғы президент. Мәдениет былыққа батып, тоқыраған кезде жаңа Қазақстанның бір буыны өсіп шықты. Осыдан соң қоғамда ажырасудың тұрпайы түрі көбейіп кетті. Қазақ жігіттеріне көңілі толмаған бойжеткендер, әлеуметтік желіде дым көрмеген, мәдениетсіз қазақ жігітіне күйеуге шыққанда мәдениетті Қытайға байға тигені 1000 есе артық деп ашық жазатын болды. Осының бәрі маргинал шенеуніктердің қолдан кеп тұрғанда қоныштан басып қалайық. Мұндай мүмкіндік енді болмайды. Ең бастысы мерекені тойлап берсек болды. Ал халық бұрынғысынша бізге тәуелсіз қалыпта өз бетінше өсіп-өніп бізге проблема тудырмайды деп ойлағаннан шықты. Есіңізде болсын, желіге ұшқан әрбір теңге қоғамда мәдениетсіз бір қылықпен көрініс беріп тұрады. Құдайдың жаратқан тәртібі сондай. Құдай сонда да қазақты сүйетін сияқты. 18 жылы Астана даңғаса тойлардың ең соңғы фейерверктер атылғап жатқанда әлем сахнасында Димаш Құдайберген шыға келді. Елбасыдан бастап ұсақ-түйек шенеунікке дейін 25 жылда сонша ақша шашып жасай алмаған Қазақстанның халықаралық деңгейін, имиджін 24 жастағы жігіт сахнада бір өзі сомдап берді. Қазір оның даңқы дүрілдеген сонша әлемнің фанаттары жаппай қазақ тілін меңгеріп, қазақша ән салуды үйреніп алды. Ал Димаштың Ақтөбеде білім алған музыкалық колледжі мен туып өскен пәтері кәдімгі музейге айналып кетті. Бұл музейді көру үшін тіпті қонақтар Австралиядан арнайы ұшып келіп тамашалайды. Польшада Димаш радиосы пайда болды. Онда Димаштың әндері, оның туып өскен елі мен жері, тарихи мәдениеті туралы қазақша ақпараттар беріледі. Европа жұртына қазақша үйрететін бағдарламалары да бар. Ең қызығы, Димаштың ықпалымен қалыптасып жатқан осы мәдени құбылысқа біздің министрлік қазір соқыр тиында шығын қылмайды. Мәдениет министрінің Астана қаласында ұйымдастырған даңғаза шоу мен карнавалдары әсіресе қазақтың киелі жыр және қасиетті күй өңіріне оңдырмай соққы береді. Әйтпесе Қаныш Сәтпаев сияқты ұлы ғалымдар жыр өнерін 1920 жылдан бастап жинап теріп, көздің қарашығындай сақтап келе жатқан. Олар басын тәуекелге тығып, қылышынан қан тамған репрессия жылдарында жыр мен күйді радиода таспаға түсірді. Қарсылассаң жындыханадан бірақ шығатын Хрущев пен Брежневтің кезінде де жыр мен күйдің жоқшылары есебін тауып күй табаққа түсірді. Горбачевтың қайта құруын бұдан да кейінде жыр мен күйді жауға бермей тәуелсіз Қазақстанға аманаттап берді. Міне сол мәдени қайраткерлері Әулие Парапар, Темірбек Жүргенов, Қаныш Сәтпаев, Мұхтар Әуезов, Мардан Байділдаев, Ильяс Омаров, Ахмет Жұбанов, Мәлік Ғабдуллин, Рахманқұл Бердібаев, Бейсенбай Кенжебаев, Мұхтар Мағауин, Өзбекәлі, Жәнібек сияқты
Марғасқалардың бізге қалдырған мирасы Уинти Хинстон, Араш, Тимоти Акон сияқты ескіге берілген ішкі әншілердің біз тұмсық туфлинің табандарына тапталып қала берді. Құрметті оқырман, жыл сайын бір Астана күнін өткізу үшін мемлекеттен қанша қаржы бөлінеді деп ойлайсыз? Білмесеңіз айталық, хабарыңыз болса, 18 жылы Астана күнін тойлау үшін бюджеттен 18 миллиард 800 миллион бөлінген. Жай адамның миына сыймайтын мұндай сомаға Қазақстан бүкіл жұрты 7 түрлі үйірмеге тегін қатыстырып, жігіттерді 8 қырлы бір сырлы етіп оқытып алуға болады. Мұндай ақшаның күшімен қазақ қалған 10 жылдың ішінде әлемдегі ең мәдениетті, ең әдепті, ең білімді ұлттық санатына қосуға болады. Мысалы, Алматы қаласындағы музыкалық мектептердің материалдық базасын ине жібіне дейін жаңалап алуға болады. Шындығында, қазақ елінің мәдениетін ұстап тұратын болашақ өнер тарландары музыкалық аспапқа жарымайды. Басшылар аз ақшаны үнемдеу үшін амалсыз Қытайдан келетін арзан аспаптарға байланады. Болмаса ескі инструменттерін жамап, жасқап, әупірімдеп күн көреді. Баласының болашағынан аяп қалмайтын бақуатты ата-аналар қажетті аспаптарды ұлына удай бағаға алып беруге мәжбүр. Мысал үшін, бір ғана жаңа хам, сапалы баян не аккордеонның бағасы 4 миллион теңгеден басталады. Мұндай сайманды сатып ала алмаған таланттар үлкен сахнамен қоштасып, арзан аспаппен той-томалақта күнелтеді. Өз мәдениетінен өзі жүріп, бөтеннің қаңсығына орынсыз жармасқан ұлт пен ұлыстың ұрпағы иттей ұлып далада қалды. 4 мұхиттың суы сия бөлініп, бүкіл ғаламның орман тоғайғы қамалға айналса, Қазақстан Республикасының мәдениет саласын жайлаған былықты екі дүниеде де сірә жазып тауса алмас.